Армысыздар, эфирде білім жолы бағдарламасы. Бүгін біз орта білім беру саласындағы бұрынғы баға беру жүйесінен қазіргі критериалды баға беру жүйесіне өту мәселесін талқылайтын боламыз. Сол үшін біз студиямызға бүгін мамандармен және де ата-аналарды шақырып отырмыз. Сәлеметсіздер. Ең алғашқы сұрағым әрине мамандардан бұрын бала өсіріп отырған ата-анадан бастасам ба деп отырмын. Сізге осы жаңа жүйе қалай? Ұнай ма өзі? Қандай пікірдесіз? Жоқ, мен бұл критериялық бағалауға өте келіспеймін. Неліктен? Себебі біз ата-аналарды министерство тарапынан бізді дайындаған емес, бізді ақырын осы жүйеге әкелу керек еді. Содан кейін бізді алдын ала мектеп тарапынан да шақырып, министерстводан шақырып, міне критериялық бағалауға өтіп жатырмыз деп ешкім түсіндірген емес. Қазіргі бағалар 10, 8, 9, 7 сондай бағалар. Ал біз бұрындар балаларды оқытқанда 3 алып келсе біз түсінетіміз. Я, жағдай кішкене нашарлау оқыды балам. Я, өжерін қолға алайын. Біз мектеп қана оқытпайды ғой біздің балаларды. Біз де үйден ата-ана болып біз де үйден оқытамыз. Сондықтан бала 7 алып келгенде мен түсінбеймін ол критерияны. 8 алып келген мен түсінбеймін. Ал 3, 2, 4 алып келгенде мен баламен нақты жұмыс істейтін едім. Өзім 4 балам оқушы. Қазір 4 бала тәрбиелеп отырсыз? Иә, жоқ 5 бала. 5 бала. 4-еуі оқушы. Бәрекелді. Иә. Бәрекелді. Осы жерде тағы бір сауалым. Түсінбегенде не түсініксіз? Қандай критерийлармен бағалайтыны ма? Иә. Ал енді мамандар не дер екен? Бұл критериалды бағалауда қанша критерий бар алдымен? Соған келейікші. Сізден сұрайық бас. Жалпы ата-ананың қойып отырған сұрағы орынды. Әрине ол педагогикадан, мектеп бағдарламасынан хабар болмағаннан кейін ата-анада қорқыныш үрей туады. Бұл қайдан шығып отыр деген. Ал екіншіден критерий ол алдымен оқу мақсатынан шығады. Әр пәннің белгілі бір тарауы бойынша оқу мақсаттары бар. Оқу мақсаттары деген не? Ол оқу мақсаты бала қандай тақырыпты меңгеру керек, оның ішінде оның қандай дағдылары бағалану керек, соның берілетін жүйелері. Мысалы, бала мәтіндегі ақпаратты түсінеді, талдай біледі, салыстырады деген секілді. Ал оған критерийді көбіне мұғалім, егер бұл жерде екі мәселені қарастырамыз. Егер ол қалыптастырушы бағалау бойынша болса, қалыптастыру дегеніміз белгілі бір тарау аяқталғанға дейін алғашқы жаңағы бөлім бойынша бағалау болатын бағалау, иә? Бізде екі шарт түрде екі бағалау бар. Екінші бізде жиынтық бағалау, баланың үйренгенін тарау біткеннен кейін бағалаймыз. Яғни осы кезде жаңағы сабақ барысында да мұғалім оқушыларға критерийларды түсіндіріп отыру керек. Мысалы, оқушылар егер сіздер тапсырманы мәтінді толық талдап, жаңа сұрақтарға толық жауап берген болсаңыздар деп бірнеше критерийді оқу мақсатына сай береді де, сол бойынша бағасын қояды. Яғни қанша нақты критерий бар? Критерийдің санын әдетте мұғалім нақтылайды. Бірақ енді 10 тым көп болады, 10 тым көп болады. Енді мына саны нақты деп біз айта алмаймыз. Оны мұғалім әдетте өзі көрсетеді. Сыныптың жас ерекшелігіне байланысты, содан да ата-аналар пәннің ерекшелігіне байланысты. Енді бұл жерде критериалды бағалаудың бір тиімді жері бала не оқып отыр және одан не талап етіліп отырған көз алдында тұрады. Мысалы, жаңа оқу мақсаты туралы Ақсұлу әріптесім жақсы айтып кетті. Бұрын оқу мақсатын әрбір мұғалім өзі қоятын, тақырыпқа қарайды, мақсатты өзі қоятын. Ал мына жүйеде, қазіргі жаңартылған жүйеде, оқу мақсаттары мемлекет тарапынан стандарттан негізделіп беріліп тұр. Бүкіл бұл ауылдағы мұғалім болсын, қаладағы мұғалім болсын, облыстағы мұғалім болсын, барлығы сол мақсатпен жұмыс жасап жатыр. Осы критерия бағалауды алдын ала әкелмей тұрып, ата-аналарды бір дайындау керек еді. Оны біз қазір ескертіп қояйын, бағдарламаның барысында бізге тағы бір қонақ қосылады. Қонақ емес-ау, біздің маманымыз және де ағарту министрлігінің вице-министрі, соған қояйық. Жарай ма? Жақсы. Мен толықтырып кетсем. Енді ата-ананы өте жақсы түсінем. Ең алғаш осы критериалды бағалау енген кезде мен 35-ші мектепте жұмыс жасадым. Сол кезде ата-аналар күнде келеді ғой мектепке, күнде келеді. Балам неше алып жатыр білмеймін, бұрын жаңа сіз айтқандай 5 алатын еді, қазір 3 алатын еді деп. Сосын бізге мектептің әкімшілігі тапсырма берді. Әр мұғалім, әр сынып жетекші өзінің сыныбына түсіндіреді жүйені.
Бұл бірінші. Екіншіден, мысалы мен өзім сол кезде 5-ші сыныпты алдым. Олар бастауышта өтіп келді ғой. Бұл кезеңнің бәрінен өтіп келе жатты да 5-ке келді. 5-ке келгенде мен үшін ол жаңа дүние болды. Ал бала оны біліп келді. Мысалы, 1-ші сыныптан бастап кірді ғой, мысалы, ең бірінші 16 жылы кірді, мен 18-де 5-ші сыныпты алып отырмын. Сол кезде 5-ші сыныптың ата-аналарына түсіндіру жұмысын жүргіздік. Бұрын былай еді, қазір былай болды. Олар бағалаудан бұрын жалпы жүйенің өзгеруіне қатты қарсы болды да. Бұрын бала деген зат есімді оқитын еді, қазір мынау не нәрсе? Су тіршіліктің көзі, қазақ тілі география болып кетті ма деген сияқты. Оның барлығын түсіндірдік біз. Себебі ол баланы біз қандай пән барлығымыз бірігіп баланы өмірге дайындауда. Ең басты мақсаты осы, баланы өмірге дайындау. Сонда біз мысалы ата-аналармен жақсы жұмыс жасадық. Бұл жерде енді кінә мүмкін мұғалімдер сол кезде дұрыс түсіндірмеді ме екен? Қараңызшы, мына жерде тағы бір қосатын дүние, тыңнан жаңадан басталды деген жағдайға айтқым келеді. Бұл жүйе бірден іске қосылған жоқ. Ол бірінші Назарбаев зияткерлік мектептерінен тәжірибеден өтті. Одан кейін мұғалімдерді біліктілік арттыру курстары арқылы 12-ші жылдан бастап деңгейлік курстар деген іске қосылды. 12-ден кейін 16-шы жылы жаңартылған білім беру мазмұны қосылды. Осының барлығында критериалды бағалаудың алғышарттары түсіндірілді және ол іске қосылды. Одан кейін бастап 16-шы жылдан бастап 1-ші класстың оқушысына критериалды бағалау кіре бастады. Енді қазір 22-ші жыл, бұл процесс әлі де түрлі пікірлер туғызып келе жатыр. Меніңше ата-анаға да көрерменге де түсіндіріп кету керек сияқты. Жаңартылған бағдарлама алғаш кірген сәтте бағалауды шарт түрде 2-ке бөлдік дедік, қалыптастырушы бағалау, жиынтық бағалау деп. Сол кезде қалыптастырушы бағалауға баға қойылмайтын. Баға қою мәселесі ата-аналар тарапынан туындады. Неге бала баға алып келмейді? Смайлик алып келіп жатыр, жұлдыз алып келіп жатыр, жақсы деген баға алып келіп жатыр. Ата-ана, сосын көп мұғалімдер тарапынан біздер балаларды бақылай алмай қалдық, олар үй тапсырмасын орындамай кетті. Бөлім бойынша бағалау өткізген кезде барлығы 4 пен 5 алып кетті. Ата-аналар өздері критерийларды білмесе, оны қалай қадағалайды баланы? Сондай ата-ананың айтып отырған дұрыс. Жалғыз сіздер оқытпайсыздар баланы. Жалғыз сіздер оқытпайсыздар. Ата-ана да үйде үй жұмысын дайындауға көмектеседі, басқа да дайындалуына көмектеседі. Сондықтан да ата-ана да бір жағынан сіздерге көмекші. Ол дұрыс. Содан кейін мәселені түсіндірейін деп отырғаным, 10 балдық жүйе қайдан пайда болды деп. Кейін жаңағы біз қашықтан оқуға көшкен кезде жаңағы мектепке шартты түрде балалар тапсырмасын орындап отырсын деп, бала үйде ғой, ол жерде үй тапсырмасы мен сабақ жұмысы араласып кетті ғой енді. Екеуінің ара жігі болмай кетті ғой. Сол кезде оларға 10 балдық жүйемен баға қоюға рұқсат етілді. Кейін мектептер оны жаппай қолдана бастады, Енді 10 балдық жүйенің жалпы 5 балмен 10 балды салыстыратын болсақ, 5 балдың диапазоны ол аздау. Мысалы, 4 пен 5-тің арасындағы диапазон аздау. Біздер көбіне 5 балдық жүйе деп шартты түрде айтқанмен 1-2 деген бағаны мүлдем қолданбаймыз, Біз қолданамыз 2-ні әйтеуір түк орындамай келген жағдайда қорқыту немесе ұрсу жағдайында 2 қоямыз. Көбіне мектептер көп 2 қоюға рұқсат бермейді. Қайдан біздің кезімізде 4 плюсым деген болатын, 5-ке плюс қосып беретін. Плюс деген қазір критерийға біз талпынатын едік қой бұрындар. Біз талпынатын едік. Бірақ соның өзі критерий болатын, оны жоюға бір әрекет жасайтын едік. Жаңа баламыз мама шалып қойдым десе, уже сол күні жаңағыдай қызба-қыз баламен жұмыс істей бастайтынбыз. Қай тақырыптан жаңағыдай минус кетті, сол тақырыпты ашып, соны қарап, бағалап, сондай қылатын едік, дайындап жіберетін едік та баланы 5-ге, 4-ге талпынысын деп. Ал қазір мама мен 8 алдым, мама мен 7 алдым. Осылай. Қазір 8 алдым деген балаға мына нәрсені ескеру керек те. Бала жайдан жай 8 балды алған жоқ. Сол жерде тапсырма тұр, тапсырманың критерийі тұр. Және критерийдің қасында дескриптор бар, қадамдары бар. Ана критерийге жету үшін қандай қадамдарды жасау керек деген. Егер де бала сол қадамдардың 2-3-ін орындай алмаған жағдайда, бала 8 бала алып тұр. Енді ата-ана болсын, репетитор болсын, сол критерийді қарап отырып, бала қай дескрипторда қандай кедергілерге тап болды, не үшін орындай алмады. Сонда бала өзінің диагнозын біліп тұр. Қай тапсырмада қай жерден қиындық болып тұрғанын. Ол репетиторға барғанда да маған мына жерден қиындық бар, осы жерге көмектесіңіз деп айтуға оның мүмкіндігі бар. Бұрын 3 қойғанда біз көбіне баланың баға мұғалімнің құзырында болды. 3 қоя ма, 4 қоя ма. Кейде талпынсын деп 4 қойып жібереді.
кейде 3-тің деңгейінде тұрған баланың өзіне. Ал критерийде сіз оны ешқандай өзіңіздің көңіл күйіңізге байланысты қозғауға мүмкіндігіңіз жоқ. Яғни баға объективті. Екінші мәселе, жалпы мұғалімдердің барлығынан талап етіледі, ол сабақ басталған кезде тақырыбын түсіндіру. Бүгін қандай оқу мақсатын өтеміз, содан кейін тапсырмаға байланысты бағалау қалай жүреді, оның дескрипторлары қандай. Яғни айталық эссе жазу болса, ол 250 сөз көлемінде жазады, тақырып ашылады, тақырып бойынша сөздер қолданады деген секілді мұғалім критерийлар, дескрипторларға жазу керек те, сол жерге балалардың балдың номерін береді. Бірақ бағалаудың бір екінші жағы бар, бала қалыптастыру үшін идеясы былай болатын, жалпы бұл әлемдік практика ғой. Жалпы егер артқа қарай кейін шегінетін болсақ, жалпы бағдарлама, мектептің бағдарламасы 3 нәрсеге құрылады. Ол оқу бағдарламасы, программа, одан кейін педагогика, оқыту әдіс тәсілдері, содан кейін бағалау. Бағдарлама өзгергеннен кейін оны оқыту да өзгереді, оны бағалау да өзгереді. Осы нәрсе түсініп алуымыз керек та. Біз көбіне қазіргі мектеп жүйесін біз өзіміз 30-40 жыл оқыған мектеп жүйесімен салыстырғымыз келеді де, ол салыстыруға келмейді. Ол кездегі жалпы енді кеңестік жүйемен оқыдық қой. Ол кезде бала көбірек ақпаратты жаттаса, оны айтып берсе, сол бағаланатын, көбірек есеп шығарса, жаттығу жасаса дегендей. Қазір біздер баладан талап етеміз. Ол теориялық білімді алды, енді соны қолданса, талдаса, зерттесе, одан бір нәтиже шығарса деп. Соған сәйкес, ол нәтиже шығару үшін біз оған критерий береміз де, критерийге сай бағасын қойып отыр. Мақсаттарда, осы жерде сол деңгеймен қойылып тұр, білу деңгейіне мақсат қойылып тұр. Соны білгеннен кейін түсіну деңгейіне мақсат қойылып тұр. Түсінгеннен кейін оны қолдана алатын мақсат қойылып тұр. Сонда кезең-кезеңмен оқушы бұрынғыдай білу, түсіну деңгейінде ғана емес, қолдану деңгейі, жаңа әріптесім айтқан, талдау деңгейі, жинақтау деңгейі, өзіндік көзқарасын білдіріп бағалау деңгейіне жеткізу мәселесі. Менің байқағаным, сіздер, ұстаздар, мамандар бұл критериалды бағалау жүйесін жетік меңгеріп алғансыздар. Оған дауа да жоқ, сөз де жоқ. Бірақ сіздер осы жерде ата-аналардың, сіздердің көмекшілеріңіз ретінде ата-аналардан айырылып қалып отырсыздар. Өйткені олар сіздердің жүйемен қалай баланы дайындау керек екенін білмейді. Демек, олар сіздерге көмектесе алмайды оқытуға. Түсініп отырсыздар ма? Мәселе қайда жатыр? Қазір біз әріптестеріміз дайындаған бір сюжетті көрейік, содан соң әңгімемізді жалғастырамыз. Жақсы. Екі ғасырдан астам уақыт бойы мектептерімізде қолданылып келген бағалау тәсілі ескірді. Бұл мамандардың пікірі. Бірі бұл жүйені өзгерту керек десе, енді бірі баға атаулыны мүлде жою керек дегенді алға тартады. Неге? Жаңаша бағалау дегеніміз не? Ол шын мәнінде оқушы мүмкіндігін ашуға бағытталған ба? Оқушының білім деңгейін арттыруда жаңаша бағалау жүйесін қалай пайдалану керек? Критериалды бағалау бүгінгі таңда екі жақты пікір қалдырып отырған мәселе. Жалпы критериалды бағалау оқушының сабаққа деген қызығушылығын, өзінің жауапкершілігін арттыруға, өзін-өзі дамытуға бағытталады. Сабақ барысында критериалды бағалауға ешқандай да қиындықтар туындамайды, керісінше оқушының жауапкершілігін өзін бағалауға үйретеді, дамытады. Сарапшылар кезінде Аманашвили ұсынған әдіс гуманистік педагогиканың талаптарына сай дегенді айтқан. Ресей мен Еуропа сияқты кей мемлекеттерде бағасыз оқыту жүйесін енгізудің бірнеше тәжірибелері де бар. Бүгінгі педагог басты назарға оқушы, оның жұмысы, талабы, ынтасын қойып отыр. Ол мұндай бағалау жүйесіне өту үшін алдымен сыни ойлау жүйесін дамыту керектігін айтады. Сонда бұрын оқушы талап ынтасы қалай бағаланып келді? Бұрынғы кезде біз мұғалім 5 деп қояды, 5 алдық, 4 деп қояды, 4 алдық қой, енді не үшін 4 алғанымызды да кейде түсінбей қалып жатамыз. Бұл жерде керісінше балалар тиімді, қалай айтуға болады, балаларға түсінікті не үшін алғаны, бағаны, қалай алғаны бәрі ашық түрде болады. Бағалаудың нәтижелері баланың мектеп бағдарламасын игеру кезінде қай тұстарда осалдылық көрсетіп жатқанын, одан күтілген нәтиженің қандай болатынын айтып отыр ма?
Тұңғышымызды осы мектепке 1-ші сыныпқа бердік. Ең басты қазіргі бізге ұнағаны бағалау критерийлары. Бағалау критерийлары деген ол әр балаға мотивация беруге, өмірде талпыныс жасауға және өмірде адалдықтың бар екенін түсінуге көмектеседі екен. Яғни олар өзінің алған әрбір балына 1 балл, 2 балл, 3 балл не себепті қойылғанын соның әрқайсысына өзі бағасына жауап бере алады. Ата-аналар бағалаудың жаңа жүйесіне неге қарсы? Критериалды бағалау бала білімінің шынайы көрсеткіші ме? Баянғали мырза, осы жерде сұрайын дегенім, неліктен осы ата-аналар қарсы деп ойлайсыз? Бұл жерде екі жақты тағы да. Егер де мұғалім, басты себептерін айтып көрейікші. егер де мұғалім оқу мақсатына сәйкес критерийін дұрыс құрып, дескрипторын дұрыс құрып, және оқушы қай дескрипторде қандай кемшіліктері бар екенін кері байланыспен мұғалім үнемі сабағында жазып беретін болса, ата-анаға ол түсінікті болар еді. Себебі ата-ана баласының қай дескрипторға келгенде қиындығы бар екенін көруге толық мүмкіндігі бар. Және бала да өзін-өзі бағалау мүмкіндігі туады. Бұрынғы бағалауда мұғалім тарапынан сырттай бағалау болатын болса, критериалды бағалауда бала өзін-өзін бағалауына толық мүмкіндігі бар. Бұның енді қосылсам болады. Екінші жағы бар. Мен ойлаймын, ата-ана сәл мұғалімнің рөлін өзіне алып отырған жоқ па деген. Негізі критериалды бағалаудың жаңағы қалыптастырушы бағалау дедік, кері байланыс дедік. Мұғалім балаға түсіндіріп отырса, қадам-қадамдарын, келесі жолы сен осыны жасаған кезде дұрысталасың, осы мақсатқа жету үшін сенде қазір мынау болмай тұр, сен есептің мына бөлігін түсінбей қалғансың, екеуміз ары қарай жұмыс жасаймыз деп жұмыс жасаған болса, онда ата-анаға жеңілірек болар еді. Сіздің айтып отырғаныңыз ол идеалдық жағдайда. Ал әрбір сыныпта 35-40 бала отырған кезде мұғалімнің сол әрбір баламен сөйтіп отырып оған тәптіштеп түсіндіруге уақыты бар ма? 40 балаға жарты сағаттан жұмсағанда 20 сағат уақыт керек бір күнде. Бұны былай үйлестіруге болады. Сіз үшін арнайы маманымызды және де ағарту вице-министрі Ғани Бектаевичті ортаға алып, соған сауалдарымызды қойсақ. Сәлеметсіз. Біз мына жерде критериалды бағалау жүйесін талқылап жатырмыз. Және де осыған орай біршама пікірталасуда біздің мұғалімдер мен педагогтар бір жақ болып отыр, және де толықтай министрліктің енгізген жаңа методикасын қолдап отыр. Ал ата-анамызда біршама сұрақтары бар. Сондықтан да ата-анамыздан бірінші бастасақ, Назгүл ханым. Қайырлы күн. Біз мына критериялық бағалауға ата-аналар тарапынан, министерство тарапынан әкеліп былай кесілді қойып қойды. Бізге бір алдын ала былай дайындап, ата-аналарды алдын ала бір жаңағыдай оқулар, шаралар, түсіндірме жұмыстар болған емес, соған кішкене қарсылық білдіріп отырмыз. Бұрындар 3, 4, 5 деген бағамен білетін едік қой. Қазір 10, 8, 9 деген бағамен, критериялық бағамен қарап отырмыз. Үйде біз балаларды оқытамыз, мектепте сіздер дайындайсыздар деген сияқты ғой енді. Жаңағы екі бөлек дайындап кеткен жоқпыз ба балдарды деген күмән ғой. Алдында бала 3 алып келсе, 4 алып келсе, біз кішкене түсінетін едік. Мына жерде түсінбей қалған екен деп көмектесетін едік балаларға. Өте дұрыс. Назгүл ханымды жақсы түсінем. Біз бәріміз осы жерде отырған ата-аналармыз. Әрине, әр нәрседен хабардар болу ең басты дүние ғой. Бірақ біз бір мәселенің басы ашық екенін білеміз. Жалпы бүгінгі 21 ғасырда, жылдам өзгерістер заманында біз қазір 21 ғасыр азаматтарын тәрбиелеп, соның 21 ғасырдың азаматтарының тұлғасын қалыптастыру процесіндеміз. Ол әрине 20 ғасырдағы ұрпақтан әлде қайда өзгешегендігін біз біліп ескеріп отырмыз. Өзіңіз жақсы естіп жүрсіз. Бүгінгі күні альфа, Z ұрпақтар келе жатыр. Олар бізбен сізден ерекше бөлек деген үлкен ұғымның қазір қалыптасып отырғандығын
жалпы бағалауда бұған дейін бір белгілі бәсекелестік орта тудыратын. Сіз айтқандай, біз оққандай 4 пен 5 дегенде арада оқушылардың арасындағы жікке алып келеді. Мынау 2-ке оқитын оқушылар, мынау 5-ке оқитын оқушылар, мынау кем, мынау артық деген сияқты. Осы бәсекелестік біздің балаларымыздың арасындағы теңсіздікке алып келіп отырды. Ал бүгінгі 21 ғасырдың балаларында ондай дүниені алып тастап, керісінше баға үшін оқу емес, өзінің даму үшін және оның ертең үлкен тұлға болып, өз қазақша жалпақ тілмен айтқанда, өзінің қолы өзіне жетіп, өзін асырай алатын әрбір ата-ананың арманына келетіндей тұлға болып қалыптасу, бұл бүгінгі күні әлемнің білім жүйесіндегі қойып отқан басты мақсаттардың бірі. Енді мен қарап отырмын, Назгүл ханымды өте сауатты, көз ашық ата-ана, бұдан да хабардар ғой деп, ал жалпы түсіндіру мәселесіне келетін болсақ, онымен де келісемін. Негізі жаңа Баянғали мырза да айтып кетті ғой, бұл кеше ғана басталған жоба емес, 16 жылы енді, оған дейін 2009-10 жылдардан бастап бұл мәселе көтеріліп келе жатты. Мен де осы 90 жылдардың аяғында мұғалім болып жұмыс қызмет жасағанымда бұл мәселенің басталған болатын тұғын. Сондықтан бұл жалпы кез келген азамат үшін жаңалық емес, дей тұрғанменен де мектепте осы жұмыстардың жүйелі түрде жүргізіліп отыр. Өйткені бүгін ата-ана болған тәжірибесі көп ата-аналар енді оның бәрін біліп алды, олар біледі. Ал жаңадан келіп жатқан баласы бірінші сыныпқа бірінші рет барып жатқан ата-аналар үшін мектепте жүйелі түрде оқуды және осындай семинарларды өткізуді қолға алу керек екендігін сіздің сұрағыңыздан түсініп отырмын. Бұл міндетті түрде ескеретін, қолға алынатын және қадағаланатын дүние екен. Осы жүйеге көшкен кезде кімнің тәжірибесіне, қай елдің тәжірибесіне сүйеніп енгізіліп отыр? Жалпы бұл критериалды бағалау бірнеше шетел мемлекеттердің тәжірибесі ескеріліп отыр. Оны жиі айтатыны Кембридж жүйесі дейміз. Сонымен қатар Фин жүйесінде де мен өзі 40 мемлекеттің білім жүйесін аралап танысқан адам. Сонда қазір кез келген елдің аузында жүрген Фин жүйесінде сіз айтып отырған бағалау жүйесі бұрыннан енгендігі, ол жерде балаларды 4 пен 5-ке бөлмейтіндігі, керісінше әр баланың өзінің даму траекториясына ескере отырып оқыту процесі жүргізілетіндігі нен біз қанықпыз. Сондықтан да бұл енді білім жүйесі өте үлкен ірі жүйе ғой. Оның бірденен кез келген жаңалық өзгеріске түсіп кете алмайды. Ол белгілі бір деңгейде өзінің уақытымен келетін мәселе. Сондықтан жалпы біз өзіміздің отандық тәжірибені ескере отырып, осы бір жүйені енгізу арқылы балалардың 21 ғасырға сәйкес тұлға болып қалыптасуына жағдай тудыртатын технология ретінде қарастырылып отыр. Бүгін енді мен тыңдап отырдым, өте жақсы талдаулар болды, алып қосары жоқ. Әріптестер осы критериалдық бағалау жүйесін өте сауатты және практикалық жүзінде таныстырғаны мен қуантып отыр. Оның өзі енді ары қарай тек біздің ұстаздар ғана емес, өйткені алдында бұл ата-аналар ғана емес, ұстаздардың да тарапынан біршама қарсылықтар, түсінбеушіліктер болған. Бүгінгі күні ұстаздар бұл жүйені жақсы меңгерді деп есептеймін. Енді бұл әріптестік байланыста ата-аналарды да тарту керек екендігі көрініс тауып отыр. Баянғали мырза. Мына жерде бізді көріп отырған көрермен ойламасын, арнайы шақырылды, бұл кісілер критериалды бағалауды қолдайтындығын айту керек, ата-ана қарсы пікірді айту керек деген сияқты позиция жоқ екен. Бұл жерде мысалы қазір жалпы критериалды бағалау кірген кезде оқушының баға үшін, бал үшін оқымау мәселесі тұр. Соны мен қазір мүмкіндікті пайдаланып Ғайнебек Тайұлына сұрақ қойғым келеді. Мысалы қазір пандемияның кезінде, қашықтан оқыту кезінде біз 10 балдық жүйені кіргізуге мәжбүр болдық. Себебі бала үйде болды да, олардың тапсырманы толыққанды орындауында кедергілер болды. Сол кедергілерді жою үшін біз 10 балдық қойып, оқушыны бағаладық. Енді қазір бетпе-бет жағдайына келген кезде сол 10 балдық жүйе сақталынып қалып отыр. Негізінде қазір бала бұрын баға сұраса, енді бал сұрайтын жағдайға қайта оралып жатыр. Осы мәселені қалай алдағы уақытта шешу тиіс деп ойлайсыз?
Енді бұл мәселені жалпы ары қарай да дамытуымыз керек. Біз бастаған жүйені қайта өзгерудің өзі қаншалықты қажетсіздігін де сіздер сарапшы ретінде байқап отырсыздар. Міне бүгіннің өзінде де сіз айтқан критериалдық бағалауды енгізу процесіндегі ата-аналардың арасындағы барлығы болмаса да түсінбеушіліктің туындауы осы білім жүйесіндегі өзгерістердің біртіндеп оны бірнеше рет сараптамадан өткізіп ақылдаса отырып жасаудың қажеттігін көрсетіп отыр. Сондықтан алдағы уақытта сарапшы топтармен ақылдаса отырып, бұны өзгерту қажет пе, жоқ па, оның тиімділігі өзін ақтады ма, ақтаған жоқ па, осы мәселелердің бәрін сараптай отырып қарастыруға болады ғой деп ойлаймын. Өмір бір орында тұрған жоқ, әр нәрсе өзгерісте. Сондықтан бұл алдағы уақытта да талай өзгерістер болады деп ойлаймын. Бұның барлығы тек қана білікті сарапшы мамандармен ақылдаса отырып шешілетін дүние. Қазір педагогтар 8 балл қойсам болды, 7 балл қойсам болды деген көзқараста жүріп жатыр да. Негізінде ол жердегі маңызды мәселе тиімді кері байланыс беру. Сол мысалы жетпей тұрған тұсын қалай бала қай жерден оқу керек, қай энциклопедияны қарауға болады, қай сайтты қарауға болады, қай фильмді көруге болады дегенді ол үнемі тұрақты түрде дұрыс кері байланыс беріп отырса, онда оқушы өзінің жетіспеген тұсын қарау мүмкіндігі, источник білуі тиісті. Ал қазір мына Ақсұлу ханым, біздің мұғалімдер қазір ана критерийдегі балдарды қойып, 10 балдық, 7 балл деп қойып тастайды да, не кері байланысы жоқ, не бағдары жоқ, қалып кетіп жатқан жағдай бар. Сондықтан да мен тренер ретінде сол 10 балдық жүйені мүлдем азайту керек деп ойлаймын. Кәдімгі тиімді кері байланысқа толық көшу керек деп. Бұл мәселені өте дұрыс айтып отырсыз. Жалпы сіз де жаңбаған айтып кеттіңіздер ғой. Мұғалімнің жеке шеберлігіне байланысты екендігін шегелеп айттыңыздар. Сондықтан бұл бағытта мынау педагогикалық жоғары оқу орындарында оқып жатқан студенттерден бастап осы мәселені талқылап түсіндіру, одан кейін өрлеу біліктілігін арттыру ұлттық орталығының курстарында да осы мәселелерді қолға алу қазір жүріп жатыр. Сондықтан да бұл әрбір жеке ұстаздың өзінің білім біліктілігіне байланысты болғандықтан осы бағыт арқылы осы мәселені шешу дұрыс деп есептеймін. Жаңа сіздер де айтып кеттіңіздер, негізі 10 балдық бола ма, немесе 7-8 бола ма, 5 бола ма, оны міндетті түрде әр мұғалім өзі шешетіндігін сіздер айтып кеттіңіздер, өзінің пәніне қатысты. Енді осы бір дүниеде зерттеулер арнайы жүргізіліп жатыр. Енді осы мақсатты бір шешімге келуде әрине бұл сарапшылардың ойымен келісе отырып, бұл сұраққа қайтатын боламыз. Ал шешім жуық арада болады ғой деп ойлаймын. Айтып отырған ұсыныс пен пікір арасында бар екендігі дұрыс. Мен енді Баянғали ағайдың ойына сәл қосылғым келеді, кері байланыстардың рөлі ретінде. Біз өкінішке орай қалыптастырушы бағалаудың рөлін түсірдік те, бағалаудың рөлін түсіріп, бағаның рөлін қайтадан шығарып отырдық та. Ал енді зерттеу метаанализ. Демек, мұғалімдердің өздері дұрыс түсінбей отыр ғой. Маңыздылығы. Енді бәрі деп айтуға болмайды. Принципиалды айырмашылығын түсінбей отыр, иә? Принципиалды айырмашылығы сонда, неге десең қалыптастырушы кері байланыс, әлемде жалпы зерттеулер келсек, мынандай 21 үлкен зерттеудің метаанализі болған екенді. Сол жерде аптасына 2-3 рет кемінде тиімді кері байланыс берген, үлгерімі төмен оқушыларға аптасына 2-3 рет кемінде тиімді кері байланыс берген балалардың білім сапасы, жаңағы үлгерімі 70%-ға. 50%-ға өсіп отырғанын көрсетеді. Сондықтан бағалау ол жалпы алғанда біздің өмірімізге жақын, өмірлік адамның табиғи дамуына аса жақын. Егер біз үйде кішкентай баланы алсақ, балаларымызға үйдегі бір тамақ пісіруді үйретсек, киім үтіктеуді үйретсек, біз айтамыз, әуелі қосасың, мына деген аны үйретесің, жылуын осындайға қоясың деп. Ол әбден оның үйренгеніне толық көз жеткеннен кейін өзіне орындауға мүмкіндік береміз. Өзі орындап болған айтамыз, сен мына жерін дұрыс жасамадың, келесіде былай жасасаң, ол жақсырақ болады. Саған бүгін 5 деп айтамыз ғой кейде. Бүгін молодец, 5 қойдың деген секілді. Сол қателікті өзінің табуына мүмкіндік тудыру, бұл тіпті тамаша дүние бұл. Тамаша дүние. Ал біз кейде кейбір мұғалімдер жаңағы баға қойсам болды, 7-8-10 қойдым, журналға түсірдім,
ТЖБ БЖБ-сын өткіздім. Сол 3-4-5-ті 7-8-9-бен ауыстырды ғой. Иә, Санмен ғана ауыстырды болды, иә. бұл санмен ғана ауысқан жоқ. Мысалы, бағалау мәселесін сіз қарапайым тілмен айтатын болсақ, бұған дейін біз мына кісі жақсы адам, жаман адам, орташа адам, тіптен жаман адам деп келдік. Иә, сөйтіп келдік. Менің бұл кісілерге олай баға беруге қандай құқым бар? Мүмкін біз қарап отырдық, мектепте кейде жаңағы 2-ге 3-ге оқыған балалардың өмірде қандай сапалы азамат болып шыққандығын. Бұл жүйе өз-өзін ақтамағандықтан қазір жаңа әлемдік тәжірибеге сүйене отырып жаңа жүйе енгізіліп жатыр. Бұл жүйе арқылы басқа адамның баға беру емес, оқушының, яғни тұлғаның өз-өзін бағалау арқылы дамуына мүмкіндік тудыру. Сондықтан ата-аналар да өз-өзінің жаңағы балалармен тәрбие процесіндегі қарым-қатынасын өзгертуге де алып келеді. Бұл да педагогикалық дүние болғандықтан менің жаңа айтып отырғаным ата-аналармен жұмысты жаңғырту және оны басқа қырынан қарау мәселесін қолға алып жатқанымыз да осы себепті. Яғни біз бүгіннен бастап тек қана мұғалімнің оқушыға беретін бағасы ғана емес, ата-ананың да өзінің баласына баға беру мәселесінде қайта қарастыру қажеттігі бүгінгі күні туындап отырған. Осы ең басты мәселеміз, бүгінгі тақырыпты қозғағандағы басты ойымыз да, міндетіміз де, мақсатымыз да осы болатын. Ата-аналарды осы жаңа білім беру жүйесіне және білімді бағалау жүйесіне көшкенде ата-аналарды барынша тарту және де соларды осы іске араластыру. Солай емес па? Критериалды бағалаудың мына нәрсесін түсіну керек те, бағалау тек мектептің ішінде емес. Егер ол 1-ші класстан 11-ші классқа дейін критериалды бағалауды түсінген бала өмірде өзінің орнын біледі, өзінің бағасын біледі. Қай жерде өзінің қандай білетіні бар, қай жерде кемшін тұсы бар екенін сыртқы бағаға мәжбүр емес. Бала өзін бағалауда және өмірде өзінің орнын табуға мүмкіндігі көп болады. Мінеге көрдіңіздер ме, сіздер бүгін әп-әдемі жүйелі түрде бағалау, критериалды бағалау жүйесінің артықшылықтарын айтып бердіңіздер. Осы артықшылықтарды алдағы уақытта ата-аналарға түсіндіре білейік, және де осындай түсіндірме жұмыстары, ағарту жұмыстары көбірек болған кезде ата-ана мен ұстаздар бірі болады да, болашақта саналы да сапалы ұрпақ өсіреміз деп ойлаймын. Осымен бүгінгі хабарымызды аяқтауға мәжбүрміз, өйткені уақытымыз тығыз. Рахмет сіздерге келгендеріңізге. Ал құрметті көрермендер, келесі кездескенше қош сау болыңыздар.